Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Рецепті лайк басып сохранить етіп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға суымызды құямыз, дрожж салып, қант салып, қасықтың көмегімен бір келкі болғанша бір араластырып алатын боламыз. Ұнымыздың кішкене мөлшерін салып бір араластырып аламыз. Енді кезек бізде тұз саламыз и сұйық май салып жіберетін боламыз. Бізде бұл пиццаның қамырына өте маңызды сұйық май. Енді қалған ұнымыздың барлығын салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бір зуала істеп осылай дайындап алып, бетінің крышкасын жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді зуала істеп тағы 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді листімізді майлап, үстіне қамырымызды қойып, жайып алатын боламыз. Менде бұл жерде үлкен листқа үлкен бір пицца қылып істедім. Сіздерде пиццаның қалпы болса, 2 пицца шығарсаңыздар болады. Қамырымызды жайып, бетіне кетчуп жағамыз, жақсылап, көптеу жақсаңыздар дәмді болады кетчуппен. Мен осылай колбаса салдым сырмен. Сіздер өздеріңіз қалаған начинкамен істесеңіздер болады. Бір пісіріп аламыз, одан кейін теркодан шығарылған сырымызды бетіне сеуіп, тағын 2-3 минутқа қызып тұрған духовкаға жібереміз. Міне біздің пиццамыз пісіп шықты. Өте дәмді, өте жұмсақ болады, как булочка сияқты. Жаңағы айтқанымдай сіздер 2 пицца істеп жесеңіздер болады. Пиццаның қалпы болса. Ас болсын.